оқушылар? Қолдарыңыз қалай? Бүгін сабақта кім жоқ? Бүгін сабақта Ардана өзінің денсаулығына байланысты келген жоқ. Жақсы, құрметті оқушылар, бүгін сабағымызды бастамастан бұрын ынтымақтастық атмосферасын құру мақсатында жүректен жүрекке айту арқылы бір-бірімізге жылы лебіздерімізді білдірейік. Жақсы ма? Барлығымыз ұсынған болғанша. Ұсынған, тез, жылдам. Ұсынған, ары қарай созылыңдар. Әсел, бүгінгі сабаққа мен саған шын жүректен сәттілік тілеймін. Қазір мен саған бүгінгі сабақта көңіл күй тілеймін. Саған қуаныш тілеймін. Сабағыңды беске ал. Мен саған жақсы денсаулық тілеймін. Қазір мен саған бокстан әлем чемпионы болуды тілеймін. Мен саған армандарыңды орындауын тілеймін. Мен саған бүгінгі сабақта белсенді бол. Ешқашан ауырма. Осы сабақта белсенділікті арттыр. Футболдан әлем чемпионы бол. Болуын мықты қорғаушы бол. Барлығымыз шын жүректен тілектерімізді білдіріп алсақ, орындарымызға жайғасайық. Құрметті оқушылар, жаңа сабағымызды бастамастан бұрын үй тапсырмасына қысқаша шолу жасау өтейік. Үй тапсырмасына не берілді? 121-ші беттегі нөмір 7 және де төлсіз, төлеусіз автор суретіне қысқаша шолу жасау. Жақсы, мен мына допты кімге лақтырам? Сол төлсіз, автосыз, төлеусіздің ережесін жаққа айту керек. Дайынсыз ба барлығымыз? Так, кім дайын ал? Азыр автор сөзі. Автор сөзі дегеніміз төл сөздің айналасында берілген жазушының өз сөздері. Ой, рахмет. Так, енді бізде төл сөз, Нұрислам. Төл сөз дегеніміз жазушының сөзіндегі біреудің өзгермей берілген сөзі. Ой, рахмет, молодцы. Так, келесі бізде төлеу сөз. Қазақ. Төлеу сөз. Біреудің сөзінің мазмұнын сақтап, бірақ өз сөзбен өзгертіп айтқан сөздер. Төлеу сөз дейміз, е? Жақсы, рахмет. Жақсы, келесі кезекте бізде үй жұмысы 7-ші тапсырма 121-ші беттегі. Кім дайын? Мен. Айла, жақсы. Үй тапсырмасына 121-ші беттегі 7-ші тапсырма. Галактика туралы қызықты мәліметтер жинаңдар. Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілерін сақтай отырып хабарлама жазыңдар. Хабарлама. Құрметті ата-аналар, оқушылар, сіздерді Galaxy Magic мектебіне шақырамыз. Ғалымдар галактикада жұлдыздар, ғаламдар, күн, ай, тіпті біздің жерде галактикада қалқып тұр деп айтқан. Тағы да жұлдыздар өте көп, үлкен. Біз жұлдыздан алыс тұрғандықтан жұлдыздар бізге кіші көрінеді деп жазған. Енді мектепте галактиканы, аспанды, жұлдыздарды зерттегісі келетін астроном, ғарышкер, ғалым болғысы келетін оқушыларды шақырамыз. Мекен жайымыз Нұр-Сұлтан қаласы XX көшесі, нөмірі 97-ші мектеп, телефон нөміріміз 8-376-656-8751. Балаларыңызға керемет болашақ ашыңыз. Жақсы, рахмет. Тыныс белгілерін дұрыс қойдық па? Иә. Жақсы, енді тыныс белгілерінің дұрыс қойылуы туралы айтып беретін оқушы бар ма бізге? Алижан. Төл сөз автор сөзінің алдынан кейін келсе, төл сөз тырнақшаға алынып, одан кейін үтір сызықша жазылады. Ал төл сөзі автор сөзінен кейін келсе, автор сөзінен кейін қосынықтай жазылып, төл сөз тырнақшаға алынады. Жақсы, рахмет. Дұрыс па? Иә. Рахмет. Енді құрметті оқушылар, үй тапсырмасына шолу жасадық. Енді біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы айға сапар. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөздің жасалу жолдарының қызметін біледі. Төл сөзді төлеу сөзге айландырады. Енді жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын тақырыбымызға сәйкес видеоматериалға назар аударайық. Қарыш әлемінің құпиясы көп. Оны адамзат әлі толығымен зерттеп болған жоқ. Ежелгі уақыттан бері адамдар жұлдызды аспанға назар сала қарап, өз бақылауларының нәтижелерін жазып отырған. Аспандағы жұлдыздарының орналасуының жердегі өмірге ықпалы бар деп есептеген. Бұрын теңізшілер кеменің жолын жұлдыздар бойынша анықтаған. Темірқазық замандары түнгі аспанды қарап
Ал құрметті оқушылар, аспан әлеміне аз да болса саяхат жасап алдық, иә? Енді 122-ші беттегі 77-ші параграфты ашамыз кітаптан. Бірінші бізге оқылым мәтіні берілген, айтып бағындыру. Оқылым мәтінімен танысып, негізгі ақпаратты және қосымша ақпаратты анықтаймыз. Ал кетіп оқиық, 2 минут уақыт беріп. Ал құрметті оқушылар, уақыт аяқталды, оқып болдық па барлығымыз? Айла, бізге негізгі ақпаратты айтып қойшы. Ағай, бұл мәтіндегі негізгі ақпарат айды сипаттау, айға алғаш рет кім, қай кемемен, қай жылы сапар жасағаны туралы ақпарат. Жақсы, Акзеля, қосымша ақпарат туралы не білдік? Қосымша ақпарат жердің тұңғыш жасанды серігі Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылғаны және одан Константин Эдуардович ұшырылғаны жазылған. Жақсы, Нұрислам, қосымша ақпаратқа не айтасыз? Америкалық ғарышкерлер Нир Армстронг мен Эдвин Олдрич қонды. Олар айға Аполлоның 11 ғарыш кемесін қондырды. Сосын айды зерттеп, айдың суретке түсіріп алды. Бұл бізде не? Ақпарат. Қосымша ақпарат. Жақсы, рахмет, отыра. Енді келесі кезекте біз осы жаңа тақырып арқылы мына бір ережені қамтып өтуіміз керек. Төл сөздің баяндаушы етістіктің бұйрық райынан болса, төлеу сөзде ол тұйық етістікке айналып, оған тапыс не барыс септік жалғауы не болмаса туралы жөнінде жайында сияқты шылаулардың бірі қосылып айтылады екен. Мысалы, төл сөзде мұғалім амандыққа ертең сабақтан қалма деп тапсырды. Бұл бізде төл сөз, е? Енді төлеу сөзге айландырған кезде мұғалім амандыққа ертең сабақтан қалмауды тапсырды. Болмаса, мұғалім амандықтың ертең сабақтан қалмауы туралы тапсырма берді. Бұл жердегі шылау қайсысы бізде? Туралы. Жақсы, рахмет. Ал құрметті оқушылар, енді жазылым тапсырмасы ретінде біз мына бір тапсырманы орындайық. Жалпы төл сөзін төлеу сөзге айландыра аламыз ба біз, иә? Сіздерге мына жерде төл сөздер берілген, сіздер бұларды дәптерге төлеу сөзге айландырып жазып шығуларыңыз керек. Уақыт кетті, 5 минут уақыт беріп жұбан. Дәптерлерімізді ашамыз, бөлмеден жатамыз. Сәуірдің 18-і сынып жұмысы 77-ші параграф айға сапар. Құрметті оқушылар, уақыт аяқталды. Төл сөзді төлеу сөзге айландыру бойынша кім бітті? Нұртасқан бірінші сынып жош. Қиындықтан қалай шығудың жолын мен білмеймін деді анасы. Анасы қиындықтан қалай шығудың жолын білмейтіндігін айтты. Төлеу сөзге айландырып па? Иә! Жақсы, келесі кім оқиды? Қайсар? Төл сөз. Әркім әртүрлі сөз айтып, даурығып жатқанда сырбай тоқтатыңдар деп ақырды. Төлеу сөз. Әркім әртүрлі сөзді айтып, даурығып жатқанда сырбай тоқтатуын ақырып бұйырды. Төлеу сөзге айландырған бекен? Иә! Дұрыс, иә, айландырған. Келесісіне. Келесісін. Үшіншісіне кім айтады? Айла. Төл сөз. Қазақтың мұң-мұқтажына алтын діңгек болған сен бісің, деді басын көтеріп. Қайдан жүрсің? Төлеу сөз. Қазақтың мұң-мұқтажының алтын діңгегі екені айта кетіп, басын көтерген қалпынан қайдан келгенін сұрады. Дұрыс па? Иә! Құрметті оқушылар, болсақ енді тақтадан келесі слайдымызда төлеу сөзге айланғандағы нұсқасын қарап тексеріп алыңыздар. Енді біз жалпы төл сөзді төлеу сөзге қалай айландыратындығын өткен сабақтарда өтіп жүрміз, иә? Бірақ та қазір бізге ережесін есін түгестіріп бере алатындарыңыз бар ма? Ережесін, иә? Бабөліктен айтып отыршы. Төл сөзді төлеу сөзге айландырған кезде негізі ерекшелік төл сөздің тұрлаушы мүшелерінде болады. Екіншіден бір жақтан екінші жаққа айналады. Үшіншіден автор сөзіндегі де етістігі айт, сөйле, бұйыр деген етістіктер қойылады. Етістіктермен орны алмасады, иә?
Жақсы, дұрыс па? Үлкен рахмет. Құрметті оқушылар, біздің сабағымыздың барысындағы мақсатымыз тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды және де қосымша ақпаратты анықтай алады дегеніміз анықтадық па? Енді төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарының қызметін білеміз. Төл сөзді төлеу сөзге айландыра аламыз. Айландырдық па? Жақсы, енді үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасы төл сөз, төлеу сөз, автор сөздердің ережелерін жаттап келу және де әрқайсысына бір мысалдан жазып келу. Сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.